Сәлем достар, біз енді бүгін тағыда 9 сабақтың жалғасқы сөздерді жалғастырамыз. Біз алдында 9 сабақтан 9 сөз өтіп, одан кейін екінші сағатында 100, 1000, 10.000 деген үш санына бір 15-20 минут тоқталғанбыз. Енді 9 сабақтың ары қарай сөздерін жалғастырамыз. Бұл кішкене ақша атауларымен экономикалық қарым-қатынастарға болғаннан кейін кішкене уақыттар алып жатыр. Оны жеке-жеке түсіндіріп бермесек, сіздерге түсініксіздеу болып қалатын болғаннан кейін солай кішкене тоқталып жатырмыз. Мысалы, алдындағы өтілген 100, 1000, 10.000 деген осы үшеуінің өзін сіздер жақсылап тұрып түсініп, қайталап қабылдап алударыңыздың өзіне де біраз уақыт кетіп қалады. Өйткені ол сіздерге тың нәрсе ғой. 100, 1000, 10.000-ді қалай айту керек екен. Сондықтан кішкене осы 9 сабақ кішкене қайтты бөлініп жатыр. Келесі бізде енді Қытай тілімен долларды қалай айтамыз? Доллар, мәйюен деп айтады екенбіз. Мәйюен. Біз 6-шы сабақта есімізде бар ма? Америка елін қалай айттық? Мэйго деп айтқамыз. Мэйго есімізде бар ма? Америка құрама штатын Мэйго деп айтқамыз. Енді осының басқа мэйін аламыз да мэйюен деп айтамыз. Бұл немене? Доллар. Мэйюен. Юан дегеніміз жалпы Қытайдың ақша атауы ғой. Юан. Қазір ішіңіздер так. Мэйюен. Мэй, ден, хэн. Хэн кішкенірек жазамыз екінші қынды шоу. Астында үлкен хэн. Енді осының астында немене? Да деген сөз бар. Үлкен деген сөз. Юан дегеніміз хэн, үлкен хэн, пе, шуэнгу. Бұл мәйюен доллар. Ал егерде Гонконгқа барып жатсаңыздар, Гонконг, Қытай тілінде Шангаң. Шангаң дегеніміз біз осы Қазақстанда Гонконг деп айтамыз. Если сол Гонконгқа барып жатсаңыздар, Гонконгтың ақшасын қалай айту керек екендігін сіздерге айтып берейін. Гаңби деп айтады екенбіз. Гаңби. Гаңби дегеніміз Гонконг ақшасы. Ден, ти, хэн, шу, хэн, пена, астында хэн, жы, и потом хэн, шу, вангу. Гаңби. Жәнегі би дегеніміз жы, мен би, ақша деген сөз. Сонда Гонконг ақшасы деген сөз. Шангаң деп айтылады. Негізі, Шангаң дегеніміз Гонконг, Гаң дегендегі, Шангаң дегендегі Гаңби. Гонконг ақшасы. Ден, екі ден, ти, хэн, шу. Астында үлкенірек хэн, пена. Сразу жазылайым жерде. Хэн жы, хэн, шу әңгу. Би дегенімізді жаңе бағана жазып үйреніп кеттіге. Пе, шу, хэн жы, гу, шу. Гаңби, Гонконг ақшасы екен. Ал тағы да бір ақшаның атауы екен ры-юан дейді. Ры-юан дегеніміз Жапон ақшасы. Ры-юан. Біз Жэ-бэн-го есімізде бар ма? Жапон елі. Жэ-бэн-го деп айтып кеткенбіз. Жэ-бэн-го. Сондағы жы деген сөзі жерде Жапон ақшасының басына қолданып тұр. Жы-юан болатын болса, Жапон ақшасы. Бұны мен жазып бермеймін, жеңіл сөз өздеріңіз жазып аласыздар. Ал енді бізде осы Қазақстанда, біздің мысалы Астанада, республиканың бойында валюта айырбастайтын негізгі валюта орындары көп. Сонда негізінен доллар, евро, мысалы юан Қытайдың ақшасы тұрады. Сосын кейін мысалы Ресейдің рублі тұрады. Негізінен сол бір қарап көрсең, бір
кейбір органдарда бар, көбірек. Әрбір мысалы Францияның әрбір мемлекеттердің ақшасы бар. Енді негізгі ауыстыратындары көбінде бізде не? Доллар мен евро. Евро. Евро ақшасын біз қалай айтады екенбіз? Оу-юэн деп айтады екенбіз. Оу-юэн. Оу-юэн. Оу-жу Европа дегендегі оу мынау. Оу-юэн. Оу-жу хың пена шоу-жы пе хыңгоу жерге жазайын жалғасын пе на бұл оу-юэн евро. Сонда міне біз алдында 100 мың, 10 мың деген үлкен сандарды оқысақ, енді міне жерде Қытай тіліндегі бізге керекті деген ақша атаулары бар екен. Мысалы сіз Қытайға барған кезде долларды қалай айтасыз? Доллар ауыстырам. Біз ауыстыру дегенді қалай айттық? Есімізде бар ма? Хуан дедік. Хуан. Ауыстыру. Хуан. Хуан. Мысалы хуан, мәйюэн. Мысалы сіз Қытайға барған кезде доллар ауыстыратын болсаңыз қалай айтасыз? Хуан, мәйюэн. Хуан, мәйюэн. Ал қалтаңызда евро болып, евро ауыстыратын болсаңыз қалай айтасыз? Хуан, оу-юэн деп айтасыз. Мысалы, о-яу, хуан, оу-юэн. Немесе, о-хуан, оу-юэн. Мен жерде яу деген сөзді маған ауыстыру керек, немесе мен ауыстырамын деген сөз. О-яу, хуан, мәйюэн болатын болса, мен ақша ауыстыруым керек. Яу деген хочу. Ал мен доллар ауыстырамын болатын болса, қалай айтамыз? О, хуан, мәйюэн. Мен доллар ауыстырамын. Міне жерде, о, яу, хуан, мәйюэн болатын болса, маған доллар ауыстыру керек. Ал, міне жерде қарамен жасайын, түсінікті болсын, сіздерге. О, хуан, мәйюэн болса, о, хуан, мәйюэн болатын болса, екеуінің айырмасын қараңыз. Біреуінде яу хочу бар, біреуінде яу керек жоқ. Маған доллар ауыстыру керек. Ал оған мәйюэн, мен доллар ауыстырам. Мен ауыстырам доллар. Міне жерде екі түрлі айтуыңызға да бола береді. Ояу, хуан, мәйюэн. О, хуан, мәйюэн. Екі түрлі қолданасыз. Ол маған керекті, мысалы, айтқыңыз келе ме, айтқыңыз келмей ме, қазақ тілінде солай қолданыста. Мысалы, маған доллар ауыстыру керек еді, немесе мен доллар ауыстырам деген сөз. Екеуінің мағынасы. Бұл міне Қытай тіліндегі доллар, Гонконг ақшасы, Жапон ақшасы, евро. Бұл төрт түрлі ақша атауы. Бұны да сіздер Қытай еліне оқуға, или басқа жұмыс, бизнеспен барып жасаңыздар, сіздерге өте керек сөздер деп ойлаймын. Сіздерге сәттілік тілеймін. Бұл бүгінгі 9-шы сабақтың 4 сөзі, ақша атаулары. Алдында үлкен цифрларды түсек, міне жерде ақша атаулары. Енді ары қарай тағы да жалғасты бір 4-5 сөздері қалды. Оны мен сіздерге келесі сағатта беретін боламын. Жақсы, сіздерге сәттілік тілеймін. Көп рахмет.